Мақтарал ауданында медицина саласының мамандары жетіспей. Түркістан облыстық денсаулық сақтау басқарма басшысының бірінші орынбасары Бауыржан Сатыбалды өңірдегі сапар барысында осылай деп мәлім етті. Медицинаның дамуы бойынша сөз қозғап жергілікті халықпен өткен кездесу жайлы толық ақпарат келесі сюжетте. Тұрғындармен кездесудегі басты мақсат аудандардағы медицина саласына қатысты халықтың көкейдегі сұрақтарының оңтайлы шешілуіне ықпал жасау болып табылады. Облысымызбен қатар Мақтарал ауданында бір-екі медициналық объекттер бар, мекемелеріміз. Қазіргі таңда аварийный жағдайда тұрған солардың күрделі жөндеу немесе қайта соғу мәселесі бойынша қарастырылды. Сонымен сұрақ-жауап, ауданда өзекті мәселелерде сұрақтар көтеру, соларға жауап және осында шешу бойынша жолдар қарастырылған болды. Іс-шарада сала қызметкерлерінің біліктілігін арттыру, медициналық қызмет сапасын бақылауды күшейту, жедел жәрдем көліктермен қамту, емделуге квота алу, сондай-ақ науқастардың тексерілуге және емделуге толыққанды жағдайдың жасалуы жайлы мәселелер алаңдататыны белгілі болды. Сондай-ақ Мырзакентте 4 маман, Атакентте 3 маман жетіспеушілігі байқалады деп атап өтті. Бірақ осы мәселені шешу бойынша біз былтыр облыс әкімінің тарапынан гранттар бөлінген болатын резидентураға. 60 грант бөлінді, бірақ 38 маманымыз қазіргі таңда резидентураға түсіп оқуда. Не үшін 68 толық қамтылмады деген сұрақ туындауы мүмкін. Порогы бар, проходимый балл, уже баллный система 75 баллдан асамай қалды көбісі. Сол үшін 38 маманымыз, қазір 38 бір маманымыз академ алып кетті. Енді негізі жалпы 38 маман түскен. Биылғы жылы 128 облыс тарапынан, әкім тарапынан грант бөлінді. Осы гранттарға толық қамтитын болсақ, осы облысымыз бойынша және Мақтарал бойынша жетіспейтін бейінді мамандардың жоқшылығын шешуге болады. Түркістан облысы бойынша өткен жылы медицинаға қатысты тұрғындардан 1500-ден астам арыз-шағымдар тіркелген. Осылай деген Бауыржан Нұрланұлы әрбір арыз-шағымдар негізінде өзекті мәселелерді анықтап, оны талдауға және кедергілердің шешілуіне қатысты жоспарлар жасауға мүмкіндік береді дейді. Арыз-шағымдар негізінде біздің облысымызда өзекті мәселелер қаралатын болады. Солар шешу бойынша жоспарлар құрылатын болады. Сонымен қатар облысымыз бойынша былтырғы жылдан бері 13.05 единый колл-центр бар. Аптасына 7 күн, тәулігіне 24 сағат жұмыс істейді. Былтырғы жылдың қорытындысымен 19-нан аса вызов түскен. 19-нан вызов түсіп, 19 да қамтылған болатын. Соның арқасында бізде облыс жалпы өтініштің саны төмендеу байқалады, 1000-ға дейін. Бірақ енді ол да әлеуметтік салауына кейін бұл жерде арыз-шағым болады. Бірақ арыз-шағым түйіні, оны шешу жолы бізде здесь и сейчас моментально шешу сол қолға алынып отыр. Атап өтетін тағы бір нәрсе, әрбір біздің облысымыз бойынша аудандық немесе облыстық мекемелер болсын медициналық, солардың деңгейінде пациенттер қолдау құрылған болатын. Сол жерде егер науқасына немесе пациенттің шешілмеген мәселелері болып тұрса, пациентті қолдау деңгейіне шешілмеген мәселе болса, ол облыстық деңгейде через колл-центр біз өзіміздің деңгейімізде шешілетін болады. Жиын соңында тұрғындарға жеке қабылдауын өткізді. Көтерілген әрбір сауалдың назарға алынатынын және алдағы кезеңде оларды шешудің тетіктерін одан әрі жүйелендіру бойынша нақты сұраулар салынатынын мәлімдеді. Клара Шербайқызы, Бақберген Әбжәлел, ақпарат, Мақтарал ауданынан.